Қайырлы күн құрметті оқушылар, әріптестер. Бүгін сіздермен 14-ші сабағымыз электролиз. Енді бұған дейін екі сабағымызда біз тотығы тосын реакциялар туралы қарастырдық. Енді бүгінгі сабақта біз электролиз, сіздер мектептен де білулеріңіз мүмкін. Бірақ бүгінгі қарастыратынымыз соның кішкене күрделі олимпиадалық деңгейдегі есептері. Енді осы апта бойы мен өзім ұлттық тестілеу орталығында тест тапсырмаларын әзірлеу бойынша жұмыс жасап жатқандықтан, ол жақта біз таңертеңнен кешке дейін жұмыста боламыз. Сол үшін де мынау сіздерге осы сабақты толық дайындап үлгерген жоқпын. Көріп отырсаңыздар, міне барлығын интернеттен алған бойынша теориялар орыс тілінде берілген. Енді бұның қазақша теориясы кітаптарыңызда бар, 10-шы сыныптың. Қазір осы жерде мен бірінші қысқаша теориясын түсіндірейін, ары қарай біз нақты мысалдар қарастыратын боламыз. Бұл жерде негізгі теориясында электролизде екі процесс бар. Катодтық процесс және анодтық процесс деген. Яғни катодта бізде катиондар болады, сәйкесінше анодта аниондар болады. Әдетте электролиздің екі түрі бар. Ол біреуі ерітіндінің электролизі, екіншісі балқыманың электролизі. Енді балқыманың электролизі салыстырмалы түрде оңайырақ. Ол олимпиадада көп кездеспейді. ОБУТ-да енді кейде кездесу мүмкін. Біздің бүгінгі сабақта қарастыратынымыз ол ерітіндінің электролизі. Ерітінді болғанда ол көбінесе су ерітіндісі болады, судың қатысында. Енді бізде ерітіндіде көбінесе тұздар болады, немесе сілті, қышқыл әртүрлі заттар болуы мүмкін, яғни суда еритін. Енді жалпы электролиз процесі екі бөлікке бөлінеді, ол катодтық процесс және анодтық процесс деп. Егер катодта бізде катиондар болса, металдың катиондар болса, ол келесі үш аралық бойынша тотықсызданады. Ол бірінші аралығымыз бізде алюминийге дейінгі, яғни бұл жердегі металдар күштен белсенді металдар болып саналады. Алюминийдің өзі қосып саналады. Бұл металдар өздері тотықсызданбайды ерітіндіде. Су молекуласындағы, яғни ерітінді болғандықтан ол жерде су болады. Судың ішінен сутек тотықсызданады, яғни сутек жай затын түзеді, сутек газын түзеді. Ал енді келесі бізде үшінші аралыққа қарайық, яғни сутектен кейінгі металдар үшінші аралық. Бұл жердегі металдардың белсенділігі төмен болғандықтан, олар сулы ерітіндіде өздері тотықсызданады, яғни өздері жай зат қайнады. Мысалы, мыс, күміс, сынап, платина, алтын тағы басқа металдар өздері жай зат қайналып тотықсызданады. Ал егер ортаңғы аралықта, мысалы, мырыш пен қорғасынға дейінгі екінші аралықтың металдар болса, оларда екі түрлі процесс жүреді. Яғни жаңағы судағы сутек бөлінеді, немесе жаңағы металдың өзі тотықсызданады. Екі аралықта болады. Көбінесе олимпиаданың есебінде осы ортаңғы аралықтың металдары болуы мүмкін. Электролиз процесі ары қарай мысал тіпті де қиындатқан жағдайда ол электраттық потенциалға байланысты болады, электраттық потенциалдың мәніне байланысты. Ол жерде не металл түзілуі мүмкін, немесе сутек түзілуі мүмкін. Сосын ерітіндінің ортасына жаңағы қышқыл негіздігіне байланысты әртүрлі өнімдер пайда болады. Бұл теориялардың барлығын біз есептер шығару барысында қолданамыз. Қазіргі сіздерде ең басты білетіндеріңіз, егер бірінші аралықтың металы болса, ол металл өзгеріссіз қалады, металдың катионы су молекуласынан сутек бөлінеді. Ал соңғы аралық болса, онда металдың жай заты бөлінеді деген. Енді анодтық процестерімізде анодтағы аниондар екі түрлі болады. Ол оттексіз және оттекті. Енді қарап отырсаңыздар, міне оттексіз аниондардың ішінде фтордан басқасы дейді. Яғни фтор бұл аралыққа жатпайды. Фтор ол сіздерде оттектілердің ішінде тұр. Енді оны фторды сіздер жақсы білесіздер, ол өте бейметалдық қасиеті өте жоғары. Ол өзінің қосып алған электронын беру өте қиын. Сол үшін ол оттекті аниондармен бірге тұр. Ал енді бұл жерде қандай? Онда бізде оттексіз аниондар болса, олар өздері жай зат қайналады дейді, өздері тотығады. Ал егер оттекті болса, онда су молекуласының ішіндегі оттек газы бөлінеді анодта. Енді нақты бір мысал айтсақ, мысалы сіздерде натрий хлориді болса, натрий хлоридінің ерітіндісі болса, онда бұл жерде катионымыз натрий плюс, анионымыз хлорид минус. Енді қарап отырсаңыздар, міне катодта катионымыз ол міне бірінші аралыққа жатады, күшті. Онда біз бұл катион ешқандай өзгеріссіз қалады, біз мына теңдеуді жазамыз. 2 су плюс 2 электрон, бұл теңдеулерді еске сақтап алу керек. H2 газ және 2 OH минус. Бұл анодтық процесс, катодтық процесіміз. Катод дегеніміз теріс полюсі. Ал енді келесі анодымызда анионымыз міне оттексіз.
Онда ол өзі жай затқа айналады. Яғни хлор минус 2 электрон, хлор 2-ге айналады. Енді қарап отырсақ, міне берген және қосылған электрон сандары тең. Бұл анодтық және катодтық процесс жазып болған соң біз электрондық баланс жасаймыз. Егер мына жер тең болмаса, онда олар теңестіреміз. Сонда бізде болады 2 хлор минус плюс 2 су. Шығады бізде H2 хлор 2 және 2 OH минус. Бұл электролиздің иондық теңдеуі. Енді ары қарай бізге оны молекулалық теңдеуге айналдыру үшін хлор минуспен бірігетін бізде катион керек. Ол бізде натрий. 2 натрий хлор плюс 2 су. Ары қарай бізде электролиз, электр тоғы, сутек газы, хлор газы, хлор 2 және 2 натрий OH. Мына жерден көріп отырғандарыңыздай, мына соңғы жазғанымыз сонда натрий хлорид ерітіндісінің толық электролиз теңдеу. Осылай. Сонда сіздерге мынау басқышта қазір бірінші кезде үйрену үшін жазу керексіздер. Олимпиадада бірден мынадай электролиз теңдеуін жазуға болады. Енді қазір нақты мысалдар қарастырайық. Бірінші мысалымыз. Калий хлоридінің 12,3% 125 грамм ерітіндісінің электролиз кезінде 3,34 литр қалыпты жағдайда газ түзілген. Келесілерді есептеңіз дейді. Енді мына жерде бір нәрсеге көңіл бөлу керек. 3,34 литр газ ол сізде катодта немесе анодта деп айтқан жоқ. Жалпы осындай газ түзілді деп қана айтты. Онда бірінші берілгені электролизден кейінгі қалған ерітіндіде күшті электролиттің массалық үлесін дейді. Яғни бізде электролиз біткенде ерітіндіде күшті электролит қалады дейді, соның массалық үлесі. Онда біз бірінші бұл есепті шығару үшін ең алдымен калий хлоридтің массасын табайық. Масса калий хлор қанша? Ол бізде міне массалық үлесі мен ерітіндінің массасының көбейтіндісіне тең. Ерітіндінің массасы бізде 125 грамм деп берілген. Массалық үлесіміз санға айналдырсақ 0,123. Осы жерден бізде көбейткенде 15,375 шығады екен. 15,375 грамм. Бұл калий хлоридінің массасы. Ары қарай енді біз газдың зат мөлшерін табайық. Зат мөлшері газ. Ол қай газ екенін біз қазірше білмейміз. Онда ол жаңа көлемді бөлеміз молярлық көлемге. 3,34 бөлінген 22,4-ке. Моль шығу керек. Осыны бөлсек 0,149 моль. Бұл жерде нақты бөлінбейді, енді жоқ табалдық. 0,149. Енді біз электролиздің теңдеуін жазайық. Электролизіміз катодта калий өзгермейді. Онда катодтан сутек түзілу керек. Судағы анодта хлор түзіледі. Сонда калий хлориді. Енді осы біреуін біз толық айтпақшы. Біреуін электролиз теңдеуін толық жазайық. Калий плюс хлорид минус. Сонда бізде катодта 2 су, жағы судың теңдеуінен сутекті аламыз. 2 электрон қосылады, сутек жай зат болады. H2 және 2 OH минус қалады. Анодта бізде хлор өзі түзіледі. Хлор минус 2 хлор минус 2 электрон. Дәл жаңағы теңдеу сияқты шығып тұр бізде. Хлор 2. Енді біріктіреміз катод пен анодты. Сонда жалпы молекулалық теңдеуін жазылайын. 2 калий хлориді плюс 2 су электролиз, электр тоғы дегенді білдіреді. H2 бізде катодта түзіліп отыр. Хлор 2 бізде анодта түзіліп отыр. Екеуде газ және 2 калий хлор. Енді осы жерден біздің мынау газ деп отырғанымыз сол сутек пен хлор екен. Мына екеуінің жалпы зат мөлшері 0,149 моль екен. Біздің есептің берілгені бойынша. Онда әр қайсының зат мөлшері мынаның жартысындай деген сөз. Өйткені олар бірдей мөлшерде түзіліп тұр. Сонда 0,0745 мольдан деген сөз. Әр қайсысы 0,0745 моль. Кейін бізге жалпы осындай газ түзілді деп тұр. Енді бұл екеуі бір теңдеу болғандықтан, онда коэффициенттеріне қарасақ, олардың коэффициенттері бірдей. Онда олардың зат мөлшерлері бірдей деген сөз. Кейін жалпы суммасы 0,149-ға тең. Енді біз газдардың зат мөлшерлерін білеміз. Онда біз енді ерітіндіде қалған затпен түзілген мына жерде калий OH айтпақшы. Калий OH-тың массасын тауып алайық. Онда бізде калий хлор толық жұмсалды ма, әлде артық мөлшерде қалды ма, оны анықтау үшін біз калий хлордың массасын табамыз. Жұмсалған
Онда бізде зат мөлшері калий хлорымыз, ол жаңағы зат мөлшері H2-ден 2 есе көп болу керек, өйткені коэффициент 2-ге тең болып тұр. Сонда жаңа 0,745-ті көбейтеміз 2-ге. Сонда 0,149 моль. Ал енді дәл солай зат мөлшері түзілген калий OH-ымызда ол жаңа зат мөлшері сутектің 2 есесіндей болады. Онда оның да зат мөлшері 0,149 моль. Енді ары қарай біз калий хлордың массасын тапсақ, масса жұмсалған калий хлор, ол зат мөлшері мен молярлық массаның көбейтіндісі. Зат мөлшері 0,149 моль. Молярлық массамыз 74,5 грамм моль. Осыдан бізде жоқтап 11,1 грамм шығады. Ал енді біз калий хлордың жұмсалған массасын таптық. Бастапқы массасы оның 15,375 еді. Онда М қалған калий хлорымыз. Енді соңғы ең соң электролиз аяқталғаннан кейін қалған ерітіндідегі калий хлордың массасы дейміз. Онда 15,375-тен азайтамыз 11,1-ді. Онда бізде бұдан қалады 4,275 грамм. Енді бұл жерден бізде 4,275 грамм дегеніміз ол әрекеттеспей қалған, яғни электролизденбеген калий хлордың массасы. Бұл бірінші зат бізде ерітіндіде қалған. Одан кейін екінші затымыз ол бізде калий OH болған. Калий OH ол реакциядан кейін түзілді. Онда масса калий OH табайық. Калий OH-тың массасы ол зат мөлшері мен молярлық массаның көбейтіндісі. Зат мөлшері 0,149 моль. Молярлық масса калий OH-тікі 56 грамм моль. 56 грамм моль. Енді осыны көбейтсек 8,344 грамм шығады. Сонда ерітіндіде қалған күшті электролит осы калий хлор мен калий OH. Бұл екеуі де күшті электролиттер болады. Бізде бірінші жағдайда күшті электролиттің массалық үлесін деген. Массалық үлес табу үшін бізге ерітіндінің массасын табу керек. Ал ерітіндінің массасы бастапта 125 грамм деп берілген. Бірақ бізде реакциядан кейін 2 газ түзіліп жатыр. Онда осы газдардың массасын тауып, жалпы ерітіндіден азайтып тастаймыз. Өйткені ол газ болғандықтан ол ұшып кетеді. Онда масса газдарымыз, масса H2 мен хлор 2-нің массасы қосындысын табасылайық бірден. Онда олардың зат мөлшері көбейтілген молярлық массасы жеке-жеке. Енді зат мөлшері екеуінде бірдей. Онда жақшаның сыртына бірден зат мөлшерін шығарып қоюға болады. 745 моль көбейтілген. Сутектің молярлық массасы 2 грамм моль, хлордікі 71 грамм моль. Жақшаның сыртына зат мөлшерін шығардық, өйткені екеуінде бірдей. Ал әрқайсысына жеке-жеке көбейтіледі. Сонда 2-ге 71-ді қосамыз 73. Оны 0,745-ке көбейтеміз. Сонда бұл жерден бізде кішкене сан шығу керек. Ол санымыз 5,4385 деген сан шығады. 4385. Бұл жаңағы ерітіндіден ұшып кететін газдардың массасы. Онда масса ерітінді М2 деп жазайын. М2 ерітіндіміз. Екінші жағдайдағы ерітінді. Ол бастапқы ерітіндіден азайтамыз. 125 граммнан жаңағы газдардың массасын азайтып тастаймыз. 5,4385 деген. Сонда бізде қалады 119,5615 грамм. Мынадай сан қалады. Бұл соңғы ерітінді массасы. Енді біз бірінші А пунктіндегі күшті электролиттің массалық үлесі, яғни бізде омега калий OH-ті сұрап отыр. Онда калий OH-тың массасын ерітіндінің массасына бөлеміз. Калий OH-тың массасы бізде 8,344 болған. Ерітіндінің массасы 119,10,5615 болған. Көбейтеміз 100%-ке. Осыдан бізде 6,98 жуықтап осындай сан шығады. Процент. Бұл бірінші. Ал екінші бізде омега калий хлор керек. Калий хлор дегенде бұл екінші деп алайық. Өйткені бастапқысы бізде берілген. Екіншісі жаңа электролизден қалғаны. Оның массасы, қалған массасы 4,275 грамм. Ерітіндінің массасы 119,10,5615 грамм. Көбейтеміз 100%-ке.
Сонда бұл жерден қалатыны бізде 3,58%. Бұл да жоқтап алғандағы мән. Сонымен бізде А жағдайдағы бітірдік. Екі күшті электролит қалады екен ерітіндіде. Ол біреу калий OH, оның массалық үлесі 6,98%. Екіншісі калий хлорид, оның массалық үлесі 3,58%. Енді Б жағдайында анодта бөлінген газбен толық әрекеттесуге қажетті 15,2% калий OH ерітіндісінің массасы дейді. Енді бұл жерде анодта қандай газ бөлінді? Онда біз жаңағы электролиз теңдеуіне қарасақ, анодта бөлінген газымыз ол хлор. Онда осы хлор калий OH пен әрекеттесті дейді. Енді әдетте сіздер жақсы білесіздер, хлор мен калий OH әрекеттесуінің екі теңдеу болады. Біз соларды жазайық. Біріншісі хлор 2 плюс калий OH. Енді бұл жаңа калий OH ерітіндісінің температурасына байланысты. Егер бөлме температурасында болса, онда калий хлориді және калий гипохлориді мынадай өнім түзілетін еді. Ал енді екінші жағдай, ол хлор 2 мен ыстық ерітіндісі болса, калий OH-тың ыстық ерітіндісі 6 калий OH. Бірден теңестіріп жаза берейін. Мына жерде температура, яғни ыстық болған жағдайда, онда калий хлориді және калий хлораты, хлор 3 және су түзілетін еді. Мынадай реакция. Мына жерде бізде 3 болу керек, сонда барлығы тең деп ойлаймын. 3, 3, 6 бәрі дұрыс. Енді бізде осы екі теңдеудің қайсысын аламыз деген сұрақ. Егер біз оның қайсысын алатынымызды білсек, ол есеп ары қарай оңай. Бұл жағдайда біз екінші теңдеуді аламыз. Өйткені электролиз процесі ол токтың қатысында жүретін экзотермиялық реакция. Оны естеріңізде болу керек. Яғни ол жерде ерітіндінің температурасы көтеріледі, яғни ыстық ерітінді болады. Демек, мынау хлор газымен әрекеттесетін ол ыстық калий OH-тың ерітіндісі болады. Онда біз енді осы бойынша ары қарай есептеуді жүргізейік. Жаңа хлордың зат мөлшері бар болатын. Мына жерде қарасаңыздар 3,6. Калий OH 2 есе көп болады. А хлордың зат мөлшері 0,10,745 моль болған. Ал енді оның 2 есесі 0,149 моль. Калий OH-тың зат мөлшері 0,149. Онда масса калий OH-ты тапсақ. Жаңағына дәл осында есептеу болған бізде 0,149 мольді көбейтеміз 56-ға. Көбейтеміз 56 грамм мольға. Бұдан бізде 8,344 әлде 344 грамм шықты. Мынау жерде біз оны дәл осылай есептегенбіз. Енді ең соңында сұрап отырған бізде толық әрекеттесуге қажетті 15,2% калий OH ерітіндісінің массасы. Яғни масса ерітінді калий OH-ты сұрап отыр. Онда біз жаңа калий OH-тың массасын массалық үлесіне білеміз. Оның массасы 8,344 грамм болды. Массалық үлесі 0,152. Яғни 15,2-ні біз санға айналдырдық. Осыдан жоқтап 54,9 грамм шығады. 54,9 грамм. Бұл Б пунктінің ответі бізде 54,9 грамм. Сонымен біздің жалпы есебіміз аяқталды. Есепте бізде екі бөлік болған. Біреуі электролизден кейінгі күшті электролиттің массалық үлестерін. Ол екі күшті электролит болды бізде. Екіншісі бізде ерітіндінің массасы. Сонымен бұл есебіміз толығымен аяқталды. Енді қарап отырсаңыздар, электролиз есептерінде ұсақ түйіндер көбірек. Келесі, екінші мысалға келейік. Натрий сульфатының 15%-тік 76 грамм ерітіндісін катодта 31,6 литр газ түзілгенше электролиз жүргізген. Соңғы қалған ерітіндегі күшті электролиттің массалық үлесін есептеңіз дейді. Енді бұл жерде мынадай. Натрий сульфатымыз натрий 2С4. Көріп отырғандарымыз ионға бөлсек 2 натрий плюс С4 2 минус. Енді бұл жерде қарасаңыздар не? Катион ол бірінші аралыққа жатады, яғни күшті металдың катионы. Сульфатымыз ол оттектіге жатады. Сонда бұл жерден катодта судан сутек бөлінеді, анодта оттекті болғандықтан судан оттек бөлінеді. Сонда бұл тұздың электролизі дегенде бізде жай ғана судың электролизі болады. 2H2O электр тоғының әсерінен бізде
катодта сутек газы бөлінеді, анодта бізде оттек газы бөлінеді. Яғни мынау тұздың ешқандай массасы өзгермейді. Бұл жерде ерітіндідегі су ғана электролизге ұшырайды. Енді бізде осы катодта 31-де 6 литр су түзілген деп берілген, және ол катодта түзілгеніміз ол сутек 31-де 6 литр. Ал енді бізден сұрап отырғаны соңғы қалған ерітіндідегі күшті электролит дейді. Бұл жерден күшті электролит барлығы бір натрий сульфаты. Массалық үлесін есептеңіз. Онда біз бірінші натрий сульфатының бастапқы массасын табылайық. Натрий 2s4-іміз. Ол бастапта бізде 76 грамм ерітіндінің 15% болды. Онда 76-ны көбейтеміз. 0,15-ке 11,4 грамм. Бастапқы массасын тауып алдық. Енді бізге зат мөлшері сутек табылайық. NH2-міз, катодта түзілген газымыз. Ол бізде көлем бөлінген молярлық көлем. Көлемі бізде 31-де 6 литр болды. 31-де 6 литр. Оны 22-де 4-ке бөлеміз. Осыдан өлшем бірден мол шығу керек. Бұл жерде жоқтап 1,41 моль. Енді бұл көріп отырғанымыздай сутек пен судың зат мөлшері тең. Онда NH2O'мыз тең NH2-ге тең 1,41 моль. Енді ары қарай бізге масса суды табуға болады. Масса H2O. Ол зат мөлшері мен молярлық массаның көбейтіндісі. Зат мөлшеріміз 1,41 моль. Судың молярлық массасы 18 грамм моль. Осын көбейтсек 25,38 грамм. Енді бұл бізде суымыз электролизге ұшырады, нәтижесінде екі газ түзіліп жатыр. Яғни оның барлығы судан ерітіндіден ұшып кетеді деген сөз газдарымыз. Сонда М2 ерітінді деп отырғанымыз электролизден кейінгі ерітінді. Ол М1 ерітіндіден бастапқы М1 ерітіндіміз ол 76 грамм. Азайтамыз судың массасы. Өйткені жаңа судың электролиз нәтижесінде түзілген газдардың барлығы ұшып кетеді. Демек ол массаның барлығы ерітіндіден кетіп қалатын сөз 25-те 38 грамм. Сонда бізде 50,62 грамм. Бұл қалған ерітіндінің массасы. Енді бізде қалғаны ең соңында натрий нитратын масса үлесін табу керек. Омега 2 деп жазайық. Өйткені бұл соңғы ерітінді, бастапқысы бізде 15% болған. Онда натрий сульфатының массасы өзгерген жоқ. Ол бізде 11-де 4 грамм болып қала береді. Бірақ ерітіндінің массасы бізде енді 76 емес, 50,62. Көбейтеміз 100%-ке. Осыдан бізде жоқтап 22-де 5% қалады екен. 22-де 5%. Бастапқымыз 15% еді. Су электролизге ұшырады, судың мөлшері азайды. Сәйкесінше натрий сульфатының массалық үлесі артады. Бұл енді логикалық тұрғыдан да дұрыс, процентіміз көбейіп жатыр. Сонда соңғы жауабымыз 22-де 5%. Енді бұл есеп қатты бір қиын есеп емес. Бұл жерде ең маңыздысы сіздердің натрий сульфаты ол ешқандай өзгеріссіз қалатынын білу керексіз. Онда бізде ерітіндідегі судың электролизі жүреді, ал судың электролизі нәтижесінде екі газ түзіледі. Катодта сутек түзілетінін жақсы білу керексіздер. Енді мынау жерде мыналарды бізге есептемей-ақ бірден мынау пропорция бойынша судың массасын таба салуға да болады. Олай да жасауға болады. Мысалы, мынау 31-де 6, мына жерде 22-де 4, 18, мынау қанша деген сияқты пропорциямен. Енді олимпиадада көбінесе біз зат мөлшерін табамыз, ары қарай массаны табамыз. Жақсы, бұл қатты қиын есеп емес. Бұл есебіміз осымен аяқталды. Келесі, үшінші мысалда, натрий хлоридінің 8-де 3% 86 мл тығыздығы берілген ерітіндідегі сілтінің массалық үлесі 13-де 2%-ке жеткенше электролиз жүргізген дейді. Электролизге ұшыраған судың массасын есептеңіз дейді. Осы процестің барысында қанша су электролизге жұмсалып кетті, соны табу керек деп тұр бұл жерде. Онда бізде натрий хлоридінің ерітіндісінің көлемі, проценті және тығыздығы берілген. Онда осы жерден бірден бізге қажетті сандарды табылайық. Ол бірінші, бізге бәрібір масса ерітінді керек болады. Масса ерітіндіні табылайық. Бұны енді М1 деп жазайын, өйткені ең бастапқы. Онда ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. Тығыздық пен көлем. Тығыздығымыз 1-де 14 грамм миллилитр. 14 грамм миллилитр. Ал көлеміміз 86 миллилитр. 86 миллилитр. Енді осы екеуін көбейтсек 98,4 грамм. Бұл бірінші. Енді екінші бізге
Натрий хлоридінің зат мөлшерін тауып алайық. Не натрий хлор? Натрий хлорымыз ол жаңағы масса ерітіндіні біз массалық үлесіне көбейтеміз. 98,04-ті көбейтеміз. 0,083. Енді мұнан 100-ге бөліп тастаймыз, процент санға айналдыру үшін. Оны көбейтеміз. Малярдық масса натрий хлордікі 58,5-ке. 58,5 грамм моль. Өлшеріміз моль шығу керек. Осыдан жоқтап 0,139 моль шығады. Енді натрий хлоридінің электролиз теңдеуіміз бағана жазғанбыз. Ол 2 натрий хлор плюс 2 су. Бұл жерде енді катодта натрий өзгермейді. 2 натрий гидроксиді, натрий OH. Катодта сонда судан сутек түзіледі, H2. Анодта хлор газ түзілетін еді, хлор 2. Енді бізге керегі мына селтінің массалық үлесі 13,2%-ке дейін өзгерді дейді. Онда селті ол максималды қанша селті болуы мүмкін? Ол мына натрий хлоридінің мөлшеріне байланысты. Натрий хлориді бізде электролизге толығымен жұмсалды деп қарап көрейік. Онда толығымен жұмсалған жағдайда, онда зат мөлшері натрий хлормен зат мөлшері натрий OH бірдей болады. Өйткені коэффициенттер 2-2 болып тұр. Ол сонда бізде 0,139 моль. Ары қарай масса натрий OH табайық. Масса натрий OH-ымыз ол бізде зат мөлшермен малярдық массаны көбейтіндісін, зат мөлшері 0,139 моль. Малярдық масса натрий OH-ымыз ол 40 грамм моль. Бұдан бізде мынаны көбейткен кезде 556 грамм шығады. 556 грамм. Ал енді бізде 556 грамм ол натрий OH-тың массасы. Енді ерітіндінің массасын тауып көрейік. Массалық үлесі бойынша онда М2 бұл ең соңғы қалған ерітінді. М2 ерітіндіміз бұл натрий OH-тың массасы, массалық үлесіне білеміз. Натрий OH-тың массасы 556 грамм болды. Массалық үлесіміз 0,132. Енді осыдан жоқтап 42-де 12 грамм. 42,112 грамм. Яғни бұл соңғы ерітіндінің массасы осылай болу керек. Ал енді бізде бастапқы ерітіндіміз бұл 98,4 болған. Енді мынау теңдеуде бізде түзілген сутек пен хлордың массасын есептеп көрейік. Енді сутек пен хлордың массасын табу үшін бізге натрий хлордың зат мөлшері 0,139 моль болған. Онда мына екеуі оның жартысындай болу керек. Сонда бұл жартысы деп отырғанымыз 0,10695 болу керек. Әрқайсысы жеке-жеке 0,10695. Өйткені 2-де 1 коэффициент, онда жартысындай. Онда масса H2 мен хлор 2. Хлор 2-ның массасы жалпы қосындысы. Онда зат мөлшерлері олардың 0,0695 моль. Зат мөлшері мен малярдық массалардың көбейтіндісі. Онда сутектің малярдық массасы 2 грамм моль. Бұл дәл бағанағындай. Хлордың малярдық массасы бізде 71 грамм моль. Енді екеуінің зат мөлшері бірдей болғандықтан оны жақшаның сыртына шығарып тастадық. Енді осыдан мына екеуінің қосындысы 73. Ал 73-ті біз мына зат мөлшеріне көбейтеміз. Сонда бізде соңғы жауабымыз 5,735 грамм шығады екен. Енді бізде 98-ден бұны азайтсақ, ол бәрібір жаңағы 42-де 12 шықпайды. Демек, бұл жерде массаның өзгерісі пайда болып отыр. Ол массаның өзгерісі қайдан шықты? Бізде мына бірінші электролиз бітті. Натрий хлор толығымен жұмсалған екен. Ары қарай екінші электролиз басталады. Ол енді ерітіндідегі судың электролизі. H2O осы бөліне бастайды. 2H2 плюс O2 болды. Сонда бізде бұл электролизіміз жаңа натрий, бастапқы натрий хлорид біткеннен кейін ары қарай тағы жалғас судың электролизі жүре берген деген сөз. Сонда бұдан біз нені білеміз? Ол М2 ерітінді. Ол М1 ерітіндіден азайтамыз масса газдарды, яғни хлор 2 мен H2-ның массасын азайтамыз. Тағы да азайтамыз масса H2O-ны. H2O деп отырамыз, ол екінші масса деп алайын. Екінші теңдеуге жұмсалған. Сонда бізде қалған масса М2 ерітіндіміз, екінші ерітінді, ол жаңа 42-де 12 грамм болды. Бұл жаңа натрий OH-тың массасы, массалық үлесі бойынша тауып алдық. Ал М1 ерітінді деп отырғанымыз ол 98,04. Ал газдардың массасы деп отырғанымыз ол бізде
5,735. Ал судың массасы бұл М2 судың массасы. М2 H2O. Яғни мынау электролизге ұшыраған судың массасы. Екінші бойынша оны біз білмейміз. Онда М2 H2O-ны тапсақ, осыларды түрлендіру арқылы оң жағын сол жағын өткізіп. Онда бізде бұл жерден қалу керек 50,85 грамм. 50,85 грамм. Жоқтағанда осындай сан шықты. Ал енді бұл жалпы судың массасы ма? Бізде қарап отырсаңыздар, тағы бір ескеретін түйіні бар. Бірінші реакцияда тағы да су жұмсалған. Бізде жалпы жұмсалған электролизге ұшыраған судың массасын есептеңіз деп отыр. Енді көбінесе оқушылар мына екіншісін табады, осы бойынша қалдырып қояды. Бұл тек қана мына екінші электролизге жұмсалған су. Бізде бірінші теңдеудің электролизінде де су жұмсалған. Онда М1 су табайық. Судың зат мөлшері ол натрий хлоридінің зат мөлшеріне тең. Онда 0,139 моль. Молярлық массасы бізде 18 грамм моль. Бұдан жоқтап 2,5 грамм болады жоқтағанда. Онда жалпы масса H2O-мыз электролизге ұшыраған 50,8 ол екінші электролизге жұмсалғаны, 2,5 бірінші электролизге жұмсалғаны. Сонда жалпы 53,35 грамм. Бұл жалпы мынау бірінші және екінші электролизге жұмсалған судың массасы екен. Сонымен бұл есепті қысқаша біз қорытындылап жіберсек, ең бірінші бізде берілгені натрий хлоридінің ерітіндісі берілген. Енді осы ерітіндіде электролизді біз натрий гидроксидінің массалық үлесі 13,2%-ке жеткенше электролиз жүргіздік дейді. Яғни бұл көріп отырғанымызда реакцияның нәтижесінде бізде натрий OH түзіледі. Енді осының проценті бізде 13,2%-ке жеткенше электролиз жүргіздік дейді. Онда біз ең бірінші бастапқы ерітіндінің массасын тауып алдық. Тығыздықпен көлемін көбейттік. Ол 98,4 грамм шықты. Одан кейін бізде натрий хлордың зат мөлшерін тауып алдық. Бұның бірден зат мөлшерін тапқан себебіміз мына теңдеу бойынша біз есептеу керекпіз. Енді натрий хлордың зат мөлшері бойынша біз әрқайсысын жеке-жеке таптық. Судың массасын таптық, натрий OH-тың массасын таптық, мынау газдардың массасын таптық. Натрий OH-тың массасы бізде 5,56 грамм болды. Енді бізде бұл жерде теория бойынша натрий OH-тың массасы максималды осы санға тең болады. Бұдан артық болуы мүмкін емес, өйткені бізде натрий хлор осымен бітеді. Ал енді сол максималды мөлшерінде қанша ерітінді болуы мүмкін деп санасақ, онда ерітіндінің ең көп мөлшері ол 42,12 грамм болады екен. Ең көп болған ерітіндіміз 42,12 грамм. Ал енді бастапқы ерітіндіміз бізде 98 грамм болған. Онда ол ерітіндіден бұл жағдайда тек қана екі газ кетеді. Ол екі газдың массасы бізде 5 грамм. Енді 98-ден 5 алсақ, ол мөлшермен бір 93 грамм болады. Бізде қалған массамыз ол 42,12 болып тұр. Онда қалған масса қайда кетті дегенде, ол бізде ары қарай электролизіміз тағы да жалғасқан деген сөз. Ол натрий хлориді біткеннен кейін ерітіндідегі су жалғасты электролизденген деген сөз. Онда сол судың массасын таптық, ол бізде 50,85 грамм болды. Ал енді бізде есепте сұрағанда электролизге ұшыраған судың массасын тап деді. Электролизге ұшыраған су дегенде ол өзі толығымен электролизге ұшыраған екінші жағдайда 50,85 грамм. Ал енді бірінші электролиз теңдеу болған кезде ол жерде бәрібір суда электролизге қатысты, өйткені судың құрамына сутек газ түзіліп жатыр. Оның гидроксиді бізде мынау жерде натрий гидроксидіне кетті. Енді бұл да бәрібір жұмсалған су болып саналады. Ол судың массасын тапсақ, ол 2,5 грамм болды. Сонда жалпы біздің жұмсалған суымыз 53,35 грамм болды. Бұл есебіміз осымен толық аяқталды. Енді келесі бізде соңғы бір есеп қалды. Бұл есепте берілгені массасы 200 грамм 18% мыс сульфат ерітіндісін толық емес электролиздегенде түзілген қышқылды бейтараптауға 0,2 моль натрий гидроксиді жұмсалған дейді. Электролизден кейін қалған ерітіндідегі электролиттің массалық үлестерін есептеңіз. Бұл жерде мына сөзге көңіл бөлу керек. Толық емес электролиздегенде дейді. Ол деп отырғанымыз мына 200 грамм 18% мыс сульфат толығымен жұмсалмады деген сөз. Онда біз бірінші бастапқы мыс сульфатының массасын тауып алайық. Масса купромесі 4. Ол купромесі 4 массасы ол 200-ді көбейтеміз 0,18-ге, бұдан шығады 36 грамм. Енді біз электролиз теңдеуін жазайық. Мыс сульфатының электролизі купромесі 4. Енді бірден теңестіріп жаза берейін. Бұл жерде бізде
катодта мыстың өзі түзіледі. Ал анодта бізде оттекті анион болғандықтан ол жерде судан оттек түзіледі. О2. Және бізде ерітіндіде қышқыл қалу керек. Өйткені сульфат қалды. Енді мына H2O-ның ішіндегі сутек иондар қалады. Сонда күрт қышқыл H2SO4. Жалпы электролиз теңдеуіміз осы. Молекулалық теңдеу теңескен барлығы. Енді осы жерден бізде мына түзілген қышқылымыз H2SO4. Соны бейтараптауға 0,2 моль натрий OH жұмсалды дейді. Онда сол теңдеуді жазайық. H2SO4 плюс 2 натрий гидроксиді. Бұдан шығу керек натрий 2SO4 плюс 2 H2O. Мына жерден көріп отырғандарыңыздай натрий OH-ның зат мөлшері 0,2 моль деп берген. Онда H2SO4-дің зат мөлшерін тауып аламыз. 1, 2. Онда бұның зат мөлшері 0,1 моль денсіз. Тең жартысындай. Ал енді онда H2SO4-дің зат мөлшері 0,1 моль болса, онда бізде электролизге ұшыраған мыс сульфатының зат мөлшері 0,1 моль денсіз. Катодта түзілген металымыз 0,1 моль, оттегіміз 0,5 моль денсіз. Бұның барлығын біз жаңа күрт қышқылының зат мөлшері арқылы таптық. Күрт қышқылының зат мөлшерін біз натрий OH-тың мөлшері арқылы тауып алдық. Онда бізде жұмсалған мыс сульфатының массасын табайық. Масса жұмсалған купрум SO4-іміз зат мөлшері мен молярлық массасының көбейтіндісі. Зат мөлшері 0,1 моль болды жұмсалған. Молярлық масса мыс сульфатымыз ол 160 грамм моль. 160 грамм моль. Бұдан 16 грамм шығады. Бізде бастапта берілген 36 грамм еді. Онда М қалған мыс сульфатымыз ерітіндідегісі. 36-дан азайтамыз, 36 граммнан 16 граммды азайтамыз. Сонда 20 грамм қалады. Ал енді реакцияның нәтижесінде түзілген мыс пен оттектің массаларын табайық. Масса купрум, оның зат мөлшері 0,1 моль, молярлық массасы 64 грамм моль. Бұны не үшін тауып жатырмыз дегенде, қазір оны жалпы ерітіндіден азайтып тастаймыз. Өйткені мыс тұнба болып кетеді, ал оттек газ болып ұшып кетеді. Сонда 6-да 4 грамм мыс болады. Ал оттегіміз, масса O2-міз, оның зат мөлшері 0,5 моль, молярлық массасы 32 грамм моль. 32 грамм моль. Бұл жерде 1,6 грамм түзіледі. 1,6 грамм. Сонда мына екеуі жалпы 8 граммды құрап тұр. Енді бізде сұрап отырғаны электролизден кейін қалған ерітіндідегі электролиттердің массалық үлестерін есептеңіз дейді. Электролизден кейін деп отырған ол бізде мынау бірінші теңдеу аяқталған кездегін сұрап отыр. Электролизден кейін. Электролизден кейін бізде ерітіндіде не қалды? Ол бірінші қалған зат ол мыс сульфатының массасы. Мыс сульфаты қалды. Екінші қалатын зат ол бізде күрт қышқыл. Онда екінші біз күрт қышқыл массасын табайық. Масса H2SO4-іміз ол зат мөлшері көбейтілген молярлық масса. Зат мөлшері 0,1 моль болды. Молярлық массасы 98 грамм моль. Сонда көбейтіндісі 9-да 8 грамм шығады. 9,8 грамм. Ерітіндіде қалған электролиттерді тауып алдық. Енді ерітіндінің массасы М2 ерітінді. Және бұл соңғы қалған ерітінді. Ол ерітіндінің массасы бізде бастапқы ерітіндінің массасы бізде 200 грамм болған. Ол 200-ден біз жаңағы мынау тұнба мен газдың массасын азайтып тастаймыз. Мыс сульфатының массасы бізде, мыстың массасы бізде 6-да 4 грамм болды. Түзілген оттектің массасы бізде 1,6 грамм болды. Сонда 200-ден 8-ді азайтсақ, ол 192 грамм. Басқа еш нәрсе бізде жұмсалған жоқ. Енді мынау жерде шатаспау керек. Мынау күрт қышқылы бізде натрий гидроксидімен әрекеттесіп кетті ғой деп. Мынау жерде есептің берілгенін қарасаңыз, мыс сульфаты ерітіндісі толық емес электролиздегенде түзілген қышқылды бейтараптауға мынадай натрий OH жұмсалды деп отыр. Бұл информация сіздерге қанша күрт қышқыл түзілгенін анықтау үшін ғана беріліп отыр. Мына жалғасын қарасаңыздар, электролизден кейін қалған ерітіндідегі деп отыр. Яғни электролизден кейін қалған ерітіндіде бізде мыс сульфаты мен күрт қышқыл қалды. Бұл жерде жаңағы немен шатастырмау керек. Мысалы натрий OH-ты ол күрт қышқылмен біз бейтараптап тастадық, тек қана мыс сульфаты қалды деп қарамау керек. Ерітіндіден кейін қалғаны ол бізде мыс сульфаты қалды және күрт қышқыл қалды. Бізге натрий OH-ты беріп отырған ол жай ғана күрт қышқыл мөлшерін анықтау үшін ғана берді. Егер ол ерітіндіге осы электролизден кейін қалған ерітіндіге апарып қосқан жағдайда, ол мысалы натрий гидроксид ол мыс сульфатымен де әрекеттеседі, тұнба түзіп кетеді, қышқылмен әрекеттеседі, бейтараптайды. Екі жағдайда екі реакцияда жүре береді ол жерде. Сол үшін ол жаңа электролиздің ерітіндісіне қосқан жоқ. Осы қышқылды бейтараптауға осынша натрий гидроксид жұмсалады деу арқылы бізге
ол жерде қанша күрт қышқыл түзілгенін анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Сол арқылы біз жаңа оны анықтадық та. Онда ең соңында бізде массалық үлестеріміз екі массалық үлес болады. Біреуі омега H2S4 болады. Күрт қышқылының массалық үлесі. Онда күрт қышқылының массасын бөлеміз ерітіндінің массасына. Күрт қышқылының массасы бізде 9,8 грамм болды. Ерітіндінің массасы 192 грамм. 192 грамм. Көбейтеміз 100-ге. Бұдан жоқтап 5,1%. 5-те 10 деп те жазуға болады, екен 0 болып кетеді ары қарай. Ал екінші бізде массалық үлес 2, көпірмесі 4, екен бастапта ол 18% болған. Екінші жағдайда оның массасы 20 грамм қалды, ал ерітіндінің массасы 192 грамм. Көбейтеміз 100%-ке, бұнда жоқтап 10,4% болады екен. 10,4%. Енді бұл жерде процент азайды, міне бастапта 18 болған, екен ол электролизге жұмсалды белгілі мөлшерде. Сонда біздің ең соңғы жауабымыз ерітіндіде 2 электролит қалады, ол күрт қышқылы 5-те 1%, ал мыс сульфаты 10,4%. Жақсы, құрметті оқушылар, әріптестер, осымен сіздермен бүгінгі электролиз тақырыбымыз аяқталды. Енді бұл электролиз тақырыбында кішкене асығыстау болдық. Оның себебі енді жаңа ең басында да айттым, менде кішкене уақыт жағынан өте тығыз. Таңғы сағат 4-тен бастап осыны жазып отырмын сіздермен. Қазір бізде ары қарай тағы да сағат 9-да жұмыс басталу керек. Сол үшін бірінші сіздерде осы электролиздің ең қарапайым, ең оңай теориясын біз қарастырған жоқпыз. Бірден қиын есептерден бастадық. Енді қиын есептер болған кезде өздеріңіз қарасаңыздар, барлығын ретімен шығаруға болады. Осы 4 мысалды қайтадан қараңыздар. Осы берілген мысалдарды қайтадан өздеріңіз шығарып көріңіздер есептерін. Содан кейін осы тақырыпқа қатысты өзіндік жұмыс есептері болады. Ол жерде өзіндік жұмыс есептерінде мен ең оңай бірінші бір 7-8 есеп бар, соны берейін. Одан кейін барып мынадай күрделі олимпиадалық деңгейдегі есептерді береміз. Енді бұл қатты күрделі деп те айтуға келмейді. Енді бұндай есептер сіздер бірінші рет шығарып жатсаңыздар кішкене қиындықтар тудыруы мүмкін. Әдетте бұл олимпиаданың ең төменгі деңгейі, А деңгейі болып саналады. Олимпиаданың А деңгейі. Яғни бұл 9-шы кластардың бір аудандық олимпиадасының есептерінің деңгейіне жетер-жетпес аралықтағы электролиздің есептер. Егер осы есептерді толық түсініп қайтадан шығара алсаңыздар, онда бұдан да күрделі есептерді шығаруға мүмкіндіктеріңіз бар деген сөз. Сонымен құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.